бөлімші орта мектептің 7-ші А сынып оқушысы Абдуланов Ұлан. Мамандық таңдайтын уақыт атты бейне байқауға онлайн қатысқалы отырмын. Олай болса мамандықтармен таныстырайын. Біріншісі ұшқыш. Ұшқыш. Аталған мамандықтың иесі физикалық және психикалық жағынан сау болу керек. Олар логикалық және техникалық ойлау дағдарына ие болу қажет. Себебі ұшқыштар жолаушылардың өміріне әрқашан жауапты. Авиациялық жабдықтар әлі күрделеніп дами түседі. Сондықтан бұл мамандық үнемі қабілетті мамандық қажет етеді. Келесі мамандық стоматолог. Онымен де таныстырайын. Стоматолог. Стоматологтар жақсы табысқа ие. Шетелде білікті стоматолог жылына 150 мың, 250 мың долларға дейін жалақы алады. Бұл әрине кәсіби шеберлікке байланысты. Емтихан тапсыру арқылы өзіңіздің біліміңізді дәлелдеп, таңдалған ел тілінде дипломды растау қажет. Үшінші мамандық IT мамандығы. IT маманы. Қазіргі күні адамдар интернетсіз, компьютерсіз және мобильді технологиясыз өмір сүре алмайды. Бәлкім ол себептерге байланысты бағдарламалау бүгінгі күні сұранысқа ие шығар. Өйткені IT маманы бұл қажеттіліктерді жасаушы екені белгілі. Бұл салада көбінесе бағдарламалау тілін жетік меңгерген жастар жұмыс істейді. Болашақ мамандық таңдағанда өз салаңызды жақсы таңдау керек, жақсы білу керек. Бұл өте маңызды. Сау саламатта болыңыздар.